Так, осымен істеп болдым. Ал ендігі так, все. Ютубқа жүктеп жібере салайық. Все, на кнопканы баса салайық. Все, болды. Так, компьютерде өшіре салайық. Так, ал енді не істеуге болады? Так, ауылда жүріп, ойбай, не айтып кеттік? Үйде жүріп іш пісіп кетті ғой. Негізі бір ауыл жаққа барып келу керек еді. Қайта ауыл деп. Так, мына жақтан торт жей алайықшы. Пиццаны жегім келмей тұр бар ғой. Так, онда ауылға баратын болсам, күн ашық. Онда ауылға барып келейін. Ақтөс, қалайсың? Бүгін сен отыраттыр, мен 2-3 күнге ауылға барып келемін, түсіндің ба? Ана жерде тамағың бар, сол саған жетеді. Так. Мынаны алып алайық. Кілтімізді жабайық. Так, все, жаптық. Болды. Қош бол, үйім, 2-3 күннен кейін келем. Так. Есік мұна жақтау. Неме ашылмайды? Все ашылды. Оппана, менің соска машинам. Ал ендігі кеттім ауылға. Так, ауыл қай жақта еді бізде? Так, ауыл, мына көл. Оппана, менің ауылым. Бұрында осы ауылда өсіп едік бұл. Так, мына кузницаның жан-жағына тоқтай салайық. Мына не тоқтамай кетті ме, не өкет? Түсе салайық. Есігін жабайық. Так, менің кузница, менің ауылым. Чё там, жителдер, қалайсыңдар? Максим, чё там? Қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы. Чё там, өзгеріп кетсіңдер ғой? Сен кеткеннен кейін ауылда өзгеріп кетті, бізде өсіп. Чё там, оқушы болып кеткенсің бе? Жоқ, оқушы болғанда жай YouTube түсіріп бастап жүргем ғой. Жарайды, онда кешке тағы кездесеміз, сөйлесеміз. Ауыл дамып кетті ғой кәдімгі. Опана, Галем жүр. Так, Галем жүр. Так, ауылдың мэрі мұна ауылды кәдімгі дамытқан сияқты ғой, ауылдың мэрі. Мына огородтың бәрі өсіп тұр. Мына бір жителдің мүсінін қойыпты. Так, мына жақта лотерея ойыны ма не? Анау қандай ойындар ғой. Мына жаққа маяқ қойыпты. Чө? Мына үйді кім салған? Деревня 13. Мына ауылды кім соққан? 3 этажды. Мынаны мен салмаған едім ғой. Кім салды екен мынаны? Мына жақта фантасы тұр. Жителер. Житель. Тоқташы. Чё там, қалайсың? Жақсы өзің. Короче, мына үйді кім соқты білесің бе? Білмеймін о жақты, бірақ 4 бала кеп әйтеуір салып кеткен. Ну 4 бала дейсің бе? 4 бала келді. Короче, біреу әйтеуір YouTube түсіреміз деп па, сондай айтқан. Короче, мэрден осындай жерді сатып алды, в общем, салды ғой осы жерді. Кім салса да әдемі салыпты әйтеуір. Қашан келеді екен олар? Даже аяқта балконса қойыпты. Ауылдың бәрі мына жақты кәдімгі жайнатыпты ғой ауылды. Қалай аяқтан көріп, аяқтан шығамын, не істейді? Ладно, ол маған керек емес. Так, ауылдың мэр қайда екен? Мэрді көрін кеп тұр. Так, мэр қайда екен? Мэр жоқ, бір жаққа кетіп қалған сияқты ғой. Ладно, онда кешке кездесеміз, тағы кешке келетін шығар. Так, ауылда басқа не істейміз? Ладно, кузницаға кіріп көрейікші, осы. Өткенде бір ашық тұр. Бәсе өткенде. Менің алғашқы ноутбугым. Ноутбугым әлі тұр ма? Не істеуге болатын асындықта? Мотыга бар. Осы мотыганы алып бір егінді жинап тастаймын ғой деймін, Осын
жинамагалы көп болуп, мына жителдердин дым істемейт. Фермер жителдерди шакыруу керек эт негизи. Мындай егиттикин алат. Потом ауылда тағы көреміз, не оған не жаңарды екен. Сап-сары болып түсіпті ғой бидайлар. Сәбіздеп дейді соңғы. Жинап. Негізі ютубта түсірдім. Ал ендігі қандай идея түсірсем болады негізі. Қандай идея түсіруге болады екен, Бірінші сериямды ютубқа алғашқы видеом түсірдім. Енді маған әлі видео жалғастырып кету керек. Не істеуге болады? Әлде выживание, паркур түсірем ба? Не түсірсуге болады? Не түсірсем болады екен? Әлде біреулермен жарысайын ба? Бірақ негізі машинада онша қатты жүрмейді машина, бірақ сонда да бір-екі рет біреулермен жарысып көру керек еді. Басқа не істеймін? Жол жүрем деп негізі біраз шаршап кеттім. Аяқтыңда грядкаларын жинап қоймайды екен. Өзім жинамасам, бірақ бұларды да кешке жинамаса арам шөптерде өсіп кетіпті. Ойбай, түсіп кетті қосуға. Жарайды, онда кешке жақын мэр келеді, мэрлармен сөйлесіп, жителдерді үйге шақырып, қонақ шақырып, в общем, астан билік. Онда мен демалып отыра тұрайын біраз. Ноутбукта ташы ойында жоқ өңкей программалар. Жарайды, онда кешкісін күтейік.